Kamanda bop kelip kaldım, karşı alыңдар ağayın. Қазыларда отырмын әділ бағға беретін. Қарсыластар кімдер екен, жан-жағыма қараймын. Жюри деген бізде бүгін политехпен шығамыз. Политехті ұтамыз деп ақша бердік жюриға. Антикордан Малик апам келіп отыр. Ойбай-ай, антикор айтшы не қылайын? Әрине бас, тәттімбет бас. Gençler, adamzat! Ciddi, final. Ey, oyunda şokta finalga kirip kettik. Mına жерге деген декорацияны өлтірген. Адамдарды өлтіріп орнатқан. 20 адам бұлтай үстінде костюм өлтірген. Мына мен естуім бойынша, мына Каргудың қыздары ең әдемі екен. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді. Бірақ та жігіттер, мына по-любому Каргудың қыздарына жетпейді. Жігіттер, қыз дегеннен шығар. Мына менің қызым өте ерекше. Ол қыздың дейтін ар-ұят намысы биік тұратына дата болып қолына ұстасам ұстатпайды. Ода инстаграмда жоқ. Сіңір, мен қызым ерекше ғой. Несімен ерекше? Мен қызымда инстаграм жоқ. Сен қызын ұстатады ғой? Ұстатады. Мен қызым вообще ұстатпайды. Пацаны, да. Я походу здесь услышала? Что услышал? Здесь в Каргуе 40% людей на русском языке говорится. Русскими? Да. Давай на русском. Давай. Пацаны, здесь декорация мертв. Люди походу мертвы. И надо вот с костюмом мертвым. Я здесь слышал? Здесь девушки приятные. Женщина деген прекрасная. Но красота мне мало. Но жігіттер, каргузские девушки не до конца. Да. У меня девушка харизматичный. Какой? Характеристический. Харизматичный. Да, такой, у нее ар-ұят намыс на высшем. На высшем уровне. Ты так держишь, она терпела. Там такое стипендия, у него инстаграма нету. Да? У моей девушки тоже интересный человек. Какой? У него тоже инстаграм нет. Нет, у тебя держак или нет? У меня нету держак. Жігіттер, мынауыңыз жарамайды. Қара сөздің қаспағын қырып, қаймағын жеген жерге кеп тұрып, орысша сөйлегеніміз жарамайды. Дұрыс айтасың, жеңгелді. Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінде құрметті дейді ғой. Ендеше ойынымыздың басын Қазақстанға, Францияға келген сирек сөзбен бастаймыз. Молодец, красавчик. Сіңір, не істеп тұрмыз біз? Білмеймін. Бұл сұрақты біз Каргудың студенттеріне қойып көрейік. Бұл Макдональдсқа қаржы төлемей жүрген студенттер. Рахмет. Сонымен достар, тамашалаймыз әскерден өз досын күтіп тұрған достары. Досым, қош келіп жатсың, мынаның бәрі саған.
Рахмет, бірақ кураторым келеді деп ойлаған жоқ мен. Қайырлы құрметті достар, сонымен тамашалаймыз отбасында болған жағдай. Так, ана жерді қарадым. Қайда шештім ана? Жаным, мен сары көйлегін көрдің бе? Сары көйлек? Қандай сары көйлек ол? Мына жерде түймелері бар ше? Түймелері бар? Ахмет, қайда шештің? Сюжетті қарасайшы бар. Последний ма? Последний, қайда шештің? Сюжетті қара. Қайда шештім? Последний. Кеттім мен жаным. Қайда? Николин үйіне. Құрметті достар, тамашалаймыз жатақханада болған оқиға. Сен кіммен жүрдің ба? Кіммен? Ернатпен. Құдай сақтасын. Қыздар! Нағылды? Ауылдан бір қап картошка келді. Көшеде болған оқиға. Ақтөс кешке боссың ба? Боссың. Кетті. Құрметті достар, ойын сонда. Тұрсынбек емеспіз, тұматалан дарыны бар. Уәлібек емеспіз, сепсеміз қарны бар. Жанатбек емеспіз, бәріңізге де жағымда. Тука емеспіз, күлдіретін бәріңді. 8 қырлы, бір сырлы, Тәттімбеттің қырандарымыз кәдімгі. Сіздермен бірге болған өз армандарын биікке қоятын Тәттімбет құрамасы. Рахмет, жанын жайса көріңіз. Өнер колледжімізден келген Тәттімбет құрамасына ерекше қошемет жасап қояйық. Үлкен рахмет жігіттер. Ойынның бастамасы жаман емес. Енді ерекше алғысымды Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің басқарма мүшесі, әлеуметтік мәдени даму жөніндегі проректоры Мейіржан Жәкенұлы Сыздықов ағамызға ерекше алғысымды білдіріп. Мейіржан аға осындай қолдау жасап, жастарға ашық алаң бергендер үшін сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Сіздердің де еңбектеріңіз алға баса берсін деген тілектеймін деп отыр. Ал енді құрметті көрермендер, тағы да біздің қолдаушымыз бар. Жалпы осы ойынның өтуіне ерекше атсалысып жүрген Аманат партиясы жастар қанаты, жастар рухының волонтерларына және де басшылығы Ержан Хамиловқа бір ерекше қошемет жасап қояйық. Рахмет. Осынау бірінші жұптың екінші командасы. Қарағанды техникалық университеті. Республикалық бірінші лиганың финалистері Қарту құрамасы қарсы алыңыздар. Желтоқсан. Көбісі айтуы мүмкін 16 желтоқсан бітті. Давайте жаңа жылға дайындалайық деп. Ол қате. Мынау артта тұрған екі байы қате деген. Тәуелсіздік деген ол календардағы бір күн емес. Тәуелсіздік деген біздің әрбір атқан таңымыз жігіттер. Тәуелсіздік деген ол ел тұғыры. Тәуелсіздік зор байлық. Тем более біз бүгін ауыл жырау Тәттімбетке қарсы ойнап жатырмыз дейміз. Брат, қоя тұршы. Финал деп бұлай керлемейді шығармыз. Тем более біз жырауға емес Тәттімбет құрамасына қарсы ойнайын ғой. Құрама ма? Иә. Колледж. Анау үшеуі. Бүгін ойынға бірінші шығып тұрған балалар. Бірінші шығып тұр. Тудың бүкіл сол үшеуі жүрғанда ма? Иә. Не істейміз енді шапандар не істейміз? Бұл шапанды жюриға жағып баздан үшін кигізіп жіберейік та.
Мен де борсақ қой, мен не істеймін? Сен жюриға 8 мүшесің. Финал құтты болсын! Кеше бар ғой, орыстың Зина дейтін қызбен таныстым ғой. Сендерге айтамын, қатын болмайды ана қыз. Айттым ғой саған, Зинаға жоламашы деп. Жігіттер, кеше мен бір жерге бардым. Қай жерге? Айтпаймын, тауып алсаңдар 5 мың теңге. Давай. Кірем, короче, музыка ұрып тұр. Студенттер жетеді. Қыздар деген көп. Ана жерде бір қыз тұр, соска. Минивка киген. Екі қол трубада шайқап тұр. Ебейте ғыны. Туасың ба? Зира ма, Зира? Жоқ. Кактус. Жоқ. 53-ші маршрутта ғой. Жігіттер, сахнаға шығып, не ойнап түсіңдер? Бүгінгі ойында біз айырамыз ғой, білесіңдер ма? Қалайшы? Экраннан назар аударайық. Айттым ғой, бүгінгі ойында біз айырамыз деп. Құрметті көрермендер, байқадыңыздар ма, негізі қазір бүкіл жерге рекламаға қатты кетті. Ана ютубтан видео көрейін деп отырсың. Сол кезде индрайвердің рекламасы атып шықты. Молодая семья, машина бірдеңе деп. Ол біткеннен кейін колесоның рекламасы келеді. Еще ана пропустить деген жоқ қой. Алтай, сен дұрыс айтасың. Мен реклама дегенге басым етеді осы. Мен ойлаймын, болашақта ше реклама любой жерде болады сияқты. Жоқ, мысалы ойлап қарашы, құлаққа наушник қыстырасың, далада жүріп келе жатасың, алда реклама атып шығады. Бар ғой ол 45-те жүретін ме? Көрдің бе, олар уже мостта жүр олар уже. Мысалы былай отырсақ, мысалы тамақ ішіп отырасың, жанында әке шеше келе жатса, баламның тамағы ұнады ма десе, иә ұнады, онда Вольтадан заказ бер дейді сияқты. Мысалы ойлап тұрыш, ұйықтап жатасың, үй жанына құлағына келіп сырғылайды сияқты, изи сим картасын қолдан дейді сияқты. Жігіттер, далбасаң келеді, аяқтай істемейді, пропустить рекламу дегенді басты салайын ба. Екатерина вторая не деген білесіздер ма? Давай деген ғой. Құмаш? Ол кісі қазақтар өзінің кім екенін білсе, үйттікі деген нәрсе айтты ғой. Жоқ, енді өмірінде бір рет болсын давай деп көрген шығар. Сені бет алсаң айтсыңдар. Сендер бүгін білесіңдер ме, жойда кім отқанын? 8 сері бір періште. 8 сері бір пері Берік ағамыз. Ол кім осы? Қарағанда КВН-ның легендасы, КВН-шік легенда Берік ағамыз танымайсың ба? Танымаймын. Көрдіңіз бе Берік ағам? Мына КВН-шік жақсы танымайды. Ол жай ғой, ұмытқан халықтың ешқайсысы танымайды. Бірақ бұлар деген дикий хабар, не дикий хабар деген имам жатқа біледі. Мапоқты біледі. Машинаңды алып тұрса, менде справка бар дегенді біледі бұлар. Бұлар есектің зары дегенді жатқа біледі. Сен ойлап тұрасыз, мен бір түйін айтамын, ойбай, халық неге бет алып тиктокерларды танышы, неге легендаларды танымайды деп. Жоқ, көріпсіз ғой, КВН-нан танылу қиын. Сондықтан мен сізге бір ұсынысым бар, өте тикток түсірейік бірге, Кішке герометке енізген тикток түсірсінші. Ендеше ойынымыздың басын Екатерина втораяның сөзімен бастаймын. Сонымен көреміз, концертте Нұрболат Абдуллин шалбарында қалта болмаса қалай болады? Тас ғасырындағы гендер пати. Қатын болмаса осы интрига алып қала берсін. Ешкім танымайтын Қайықмет құрамасы бірден финалдық ойынға келген болады. Сонымен көреміз, ойындан кейін Ерат ағамыз үйінде. Зря ұмтатып, зря.
ханым сүйеніпсің ба? Сен қыз демейсің ғой? Жігіттер, бүгін қазылар арқасында Малика ханым өзі отыр емес пе? Давайте осы жұттың сол кісі бізге ойнап берсін. Жақсы, дуа қошеметтен Малика ханым шақырып аламын. Енді қандай ғасыр емес той? Ал, құрметті тойшы ғалым, Малика қызымыздың бүгін ұзатылып жатқан тойында өзінің ізгі тілегімен Малика ханымның әріптесі Жомарт Әбіш мырзаға сөз кезегі беріледі. Ал Малика, тойың құтты болсын, тойының ортасында кеткен жүріп өткендегі. Ал бұл саған тілек, жалпы тойыңда бақытты бол, бақытты ішіне бәрі сәт. Алла топ жарғанда қалдайсың, рахмет сөз бергенде. Рахмет. Ал неге құрметті тойшы ғалым, үйтем-бүйтем дегенше тойымызда соңына келіп қалды. Ендеше тойымыз соңын аялап өстеген анасы Асқарбек әкесінің нағыз әкесіне тыңдамайды ғой, не біледі ол деген. Финалды ойдай керек емес. Қазір сен соңғы сөз бір түйін ақылды нәрсе айтасың, халық сені тыңдамайды. Халықтың бәрі тиктокқа кіріп кеткен ғой. Тикток стилінде берейік та. Жастарға сай. Жастарға сай. Онда жастар талабына сай бізден түйін. Бір екі өгесті трекема қайсыны? Жомарт Әбіш өзінің жүріп отырып ойынды чиулар басыратын болма не? Жарайды ойын соңында. Мына біз Қарағандының республикалық жинаған ойындарында абыроймен қорғап жүрген командамыз. Өздерінің не істеп және қандай мақсатта жүргендерін айқын білетін чемпиондық қалай Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Рахмет. Бәркелді рахмет, жігіттер сахнада қалсаңыздар, құрметті тарту құрамасына бір ерекше қошемет соғып қояйық. Бүгін негізі Қазақстан күрес одағының вице-президенті Жомарт ағамыз осы ортада болу керек еді, белгілі бір себептермен келе алмай қалды. Маған бүгінгі сөздің қатты уақыты бірден ұпай тәттіпет. Малика. Баршаңызға саламатсызба, менің даусым Тәттімбет. Тәттімбет. Малика. Ол жақтағы екі адамға интрига жайлы айтып қойсаңыз қуаныш. Ал кеттік, құрметті көрермендер, 4-1 есебімен Тәттімбет құрамасы жекпе-жек сайысында жеңіске жетті. Бір болсын жігіттер. Жеңістік болсын, Бекең, алға сәттілік. Рахмет, бір қошемет жасап қойып, екі топқа.